Сәлем достар, менің видеомды көріп, пікірлеріңізді жазғандарыңыз мені шабыттандырды, сондықтан ары қарай жалғастырамыз. Бүгін мен Киевтің, Украинаның астанасы Киевтен Варшаваға мына пойызбен жол жүргелі тұрмын. Сіздер білесіздер, соғыс басталған 4 жылдың ішінде бізде ешқандай да ұшақ ұшпайды. Европаға шығатын адамдар осы пойызбен Варшаваға қарай жол жүреді. Және Будапешт бағыты ашылды, Киев, Будапешт. Бірақ ең өкініштісі әрине енді ұшаққа үйренген адам үнемі пойызбен жүрген қиын. Және осы 4 жылда пойыздың бағасы 4 рет өзгерді. 1800 гривеннен басталған баға қазір 4700 гривен. Ол шамамен 110 евро бір бағыт. Енді қазақ азаматтарын айтатын болсам, олар Украинаға, Киевке көбінесе Молдова арқылы жүреді. Өйткені Молдоваға қандай да бір жаңағы виза қажет емес. Бірақ сіздер білесіздер, ана Бәсенің журналисті Айдос ағаны өлтіріп кеткеннен кейін, сол өлтірген адамдар Молдова арқылы өткен. Соны Молдова қауіпсіздік күші өткізіп алған. Сондықтан қазір Молдовадан келетін қазақтарға да күшейді тексеріс. Сондықтан қазір Шенген визасы бар қазақтар ғана Варшава, жаңағы Будапешт арқылы Киевке келе алады. Енді сіздерге бүгін тағы да бақ құралдарында жазылмайтын бір ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Зеленский мен Трамп мәселесі қазір қызу талқылаудағы. Зеленскийдің қауіпсіздігі қалай қорғалады? Әрине 4 жылда орыстың 120 агенті біздің Зеленскийға шабуыл жасаған. Оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы Малюк деген бар, және барлау қызметінің басшысы Буданов деген бар. Солардың да мәліметі растап отыр, және пресс-конференцияда айтылды бұл мәселе. Сондықтан қазір осы Зеленский ғана емес, енді Украина тұрғындарының қауіпсіздігі, әсіресе осындай орталық вокзалдарда, мысалы қазір әуежайдағы терминал сияқты дүниелер осы жерге де қойылған. Сондықтан ал енді мен кезекті рет қойылған. Мен осы Варшавадан ары қарай Испанияға қарай жол жүрмін. Испанияға не үшін десеңіздер, мен сол жердің босқын, Испания корольдігінен босқын мәртебесін алған адамның. Босқын мәртебесін Украинада 5 жылдан көп тұрған және соғыстан зардап шеккен азаматтарға беріледі. Мен Украинада білесіздер 10 жылға жуық тұрғанмын. Украина 8 жылға созылған сапар деген кітабым бар. Міндетті түрде алып оқыңыздар. Пікірлеріңізді күтемін. Бұл мемлекеттік арнада айтылмайтын, бақ құралдарында айтылмайтын ақпарат қамтылған бұл кітапта. Сондықтан сіздерге қызықты болады деп ойлаймын. Сонымен бұл шығарылымда көп қаралым жинаса, ары қарай міндетті түрде жалғастырамын. Сіздер маған шабыт бересіздер, сол үшін рахмет. Енді көріп отырсыздар, бұл вагон супер ыңғайлы емес, әйтеуір аман есен жететінімізге шүкір дейміз. Бұл таңғы 10-ға, яғни түнімен жүреді. Бұл пойыз, айттым бағасын 1110 евродай болады шамамен бір бағытқа. Және жолда 2 рет кеденнен өтесің. Біріншісі Украина кедені, екіншісі Польшаның кедені. Әрине Польша, мен қазақстандық паспортымды көргеннен кейін өздерінше болып, қазақтарға біздің қатынасымыз қандай, бір-бірімен сөйтіп сөйлеседі. Польша қазақтарды үшінші ел деп көреді ма? Бірақ мен Польша туралы да қызықты ақпарат айтып беремін, егерде бұл шығарылым 20 лайк жинаса, жоқ дегенде. Менің Европада тұратын, Киевте тұратын қазақ ретінде Польшаға да көзқарасымды айтып өтемін. Қазір енді әлемдегі жаңалықтарды көріп отырсыздар, қалай өзгергенін. Бірақ Зеленскийдің Ақ үйдегі Трамппен кездесуіндегі жағдайға қарамастан, енді келіссөз онда жақсы өткен жоқ қой, бірақ 28 күні бәрібір жаңағы Украинадағы қазба байлықтарды игеру жөнінде келісімге қол
жеткізіледі деген пікір бар. Көреміз енді уақытында. Қазір бір нәрсені болжап айту қиын. Әлемдегі саясат сәт сайын өзгеруде. Өзгермейтін бір нәрсе бар, біз соғысып жатырмыз. Қанша 4 жыл болды. Енді Украина Ресей арасындағы соғыс 2013 жылдан бері 2014-дан бастағы былық, Қырымдағы былықтан кейін басталды ғой. Бірақ қанша дегенмен Киев тұр, сыздар орнында. Қоғамдық көлік жүреді. Әрине ыңғайлы, ұшақ емес бұл сіздерге. Бұл шынымен де адам тоздырады, транспорт деген, әсіресе поезд. Және поезд сындық мықты поезд емес, көріп тұрсыздар, ескілеу поезд. Бірақ Украинада тұрғаннан кейін амал жоқ. Соғыстың жағдайына көнігуге, соғыстың жағдайына шыдауға тура келеді. Өйткені қайғырып жүрген бір ғана адам мен емес қой, қаншама адам. Және осы жол арқылы соғыстан, шығыстан қатты жараланған солдаттарды эшелонға келеді, аяқ жоқ, қол жоқ. Сондықтан Украина өз жері үшін, өз ел үшін шынымен де қан төгіп жатқан жұрт. Сондықтан Зеленскийдің алдыдегі эмоциясын да түсінуге болады, ары қарай көреміз. Бірақ бұл келіссөз Украинадағы Зеленскийдің беделін арттырды деп 100% сеніммен айта аламын. Өйткені оған қарсы достарым, украиналықтардың өзі қазір өз президентінің жанында қайтадан топтасуда. Ары қарай көреміз жағдайдың қалай болатынын. Әзірге маған сапар. Айтып өткенімдей, бұл пойыз өте комфортты емес, сондықтан тікелей соғыс саған қалай әсер етті деген адамдарға мінекей. Ең алдымен жол азабын көресің. Менікі 34-ші орын. Міне